Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге Зейін онлайн, және бүгін өтетін тақырыбымыз ол ең маңызды тақырыптардың бірі, сондықтан осы сабақты өте мұқият қарауды сіздерден сұраймын. Бүгін өтетін тақырыбымыз ол план және карта. Жалпы план және карта оның осы оқушыларға деген жалпы география оның қандай қатысы бар. Сіздер білесіздер, географияда соңғы кездерде тақырыптар, түрлі есептер, түрлі карталар осы тақырыптан келіп жүр. Жалпы географияны картасыз елестету мүмкін емес, сондықтан мысалы математикада көбейту кестесі секілді дегендей, географиядағы көбейту кестесі ол карта. Яғни картаның шартты белгілерін білу керек, оны оқи білу керек, және жалпы түсіну керек. Енді біз бастаймыз азимут деген нәрсені. Жалпы картада ориентир жасау үшін біз азимут деген нәрсені түсіну керекпіз. Азимут дегеніміз не? Азимут ол араб тілінің сөзі, ас-сумут, жол деген мағынаны білдіреді. Егер ережесін айтатын болсақ, бақылаушы тұрған нүкте меридианның солтүстік басынан қажетті бағытқа дейінгі аралықтағы бұрыш. Түсініксіз, иә? Бұны қазір жазып дәптерлеріңізге жаттап алыңыздар. Мен кейінірек қарапайым тілмен түсіндірем. Азимут 0-ден 360 градус аралығында болады. Толық шеңбер 360 градусты құрайды. 361 градус деген болмайды, 360-тан кейін қайтадан 0 градус басталады. Соған сәйкес мынау тұспағдар немесе компастың циферблаты дәл 360 градусқа бөлінген. Енді көкжиектің бағыттар деп атайды. Міне мынау 0 градус ол солтүстік көкжиек бағытына сәйкес келеді. Мынау шығыс ол 90 градусқа сәйкес келеді. Оңтүстік ол 180 градусқа сәйкес келеді. Батыс ол 270 градус бағытқа сәйкес келеді. Бұл көкжиектің негізгі бағыттар. Одан кейін бар көкжиектің аралық бағыттар. Ол қалай болады? Қазір көрсетем. Мысалы, мынау солтүстік деп қойық және шығыс деп қойық. Солтүстік пен шығыстың аралығында бар солтүстік шығыс бағыт. Ол болады 45 градусқа тең болады. 45 деп қойық. Оны біз атаймыз солтүстік шығыс деп. Бар оңтүстік пен шығыстың арасында бар оңтүстік шығыс бағыт. Ол болады 135 градусқа. Бар оңтүстік пен батыстың аралығы. Ол болады 225 градус. Бар солтүстік пен батыстың аралығы. Ол болады 315 градус. Сонымен біз көкжиектің білдік негізгі бағыттарын, білдік аралық бағыттарын және оны жаттап алу керек. Ары қарай, мысалы айтады, осылай есеп беріледі, яғни компас бізде бар қолымызда. Мысалы диірменнің азимуты қандай дейді? Жел диірменнің азимуты қандай? Бізде компастың стрелкасы солтүстікке көрсетіп тұр. Солтүстікке бірінші келтіріп аламыз, сосын диірменді анықтаймыз. Мысалы, былай біз ойша линия жүргізсек болады. Шамамен 30 градус. 30 градуста. Немесе жалғыз тұрған үй. Ол мысалы 330 градус азимут. Немесе төбешіктің азимуты қанша десе, біз жауап береміз. Ол 250 градус. Немесе құдық тұр, су алатын. Болады 180 градус, яғни оңтүстік бағытта тұр. Немесе жалғыз тұрған ағаш міне. Қарайық. Шамамен 110 градус оның азимуты. Мысалы, жалғыз тұрған ағаштың азимуты қанша десе, онда 110 градус. Яғни азимут дегеніміз қарапайым тілмен түсіндіргенде кез келген заттың солтүстіктен санағандағы бұрышы, яғни солтүстікпен қанша ол айырмашылық жасайды. Енді мынау келесі тапсырманы өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады, тіпті көрсетіліп тұр барлығы, кейін оның жауаптары шығады. Келесі масштаб және оның түрлері. Масштаб дегеніміз не? Масштаб ол неміс тіліне аударғанда масс өлшеу және штаб таяқ деген мағынаны білдіреді, яғни таяқпен өлшеу дейді. Ол жер бетінде өлшенген қашықтықты қағазға түсіргенде қанша рет кішірейтілгендігін көрсететін сан. Енді мынаны тағы да жаттап алыңыздар, қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, ол жай ғана қанша рет кішірейтілгендігін көрсететін бөлшек сан. Мысалы айтады, картаның масштабы 1/10.000 дейді.
Егер осылай берілсе, ол білдіреді мына карта шын мәнге қарағанда 10.000 есе кішірейтіліп жасалған. 1/10.000 немесе 1/миллион, миллион есе кішірейтіліп жасалған. Малайық 1/10 миллион, 10 миллион есе кішірейтіліп жасалған. Яғни біз кез келген жер бетіндегі объектіні қағаз бетіне түсіргенде біз оны кішірейтіп жасаймыз. Мысалы, Астана мен Алматының арасындағы арақашықтық. Ол қанша? Ол 1200 километр болады. Сол 1200-дің барлығын біз картаға дәл солай түсіре алмаймыз ғой. Біз міндетті түрде оны кішірейтіп түсіреміз. Сол санды қанша есе кішірейтіп көрсеткен санды біз атаймыз масштаб деп. Енді масштаб бөлінеді түріне қарай сандық, атаулы, сызықтық және кішірейту дәрежесіне қарай. Мына жерде болу керек ірі, орта және ұсақ. Қазір біз өтеміз сандық, атаулы және сызықтық масштабты. Бірінші сандық масштаб дегеніміз не? Сандық масштаб деп санмен көрсетілгенді айтамыз. Мысалы, мына жерде 1/10.000 деп тұр. Алайық 1/10.000. Ол нені білдіреді сандық масштаб? Ол білдіреді картадағы 1 сантиметрде түсірілген жер бетінде бар 10.000 сантиметр. Яғни пропорция деп айтсақ болады. Картадағы 1 сантиметрде түсірген жер бетінде бар 10.000 сантиметр. Енді оны айтайыз. Тапсырма береді. Сандық масштабты атаулы масштабқа айналдыр. Немесе атаулы масштабты санды масштабқа айналдыр. Атаулы масштаб дегеніміз не? Атаулы масштаб дегеніміз ол міне 1 сантиметр деп көрсетіледі. Және онда қанша сантиметр емес, қанша метр немесе километр бар екені көрсетіледі. Бұлай қарасақ қиын секілді, бірақ мен қазір оңай жолын түсіндірем. Қалай айналдыру керек? Яғни біз сандық масштабтан мына түрден айналдыру керек біз мына түрге, яғни атаулы масштаб түріне айналдыру керекпіз. Қалай істейміз? Мен жаңа айттым, мына жерінде де сантиметр, яғни 1-де де сантиметр болады, және 10.000-да да сантиметр. Біз 1 сантиметрді қалдырамыз орнына қалдырамыз, және 10.000 сантиметрді айналдырамыз метрге немесе километрге. 10.000 сантиметрді метрге айналдыру үшін біз алып тастаймыз, артынан 2 нөлді алып тастаймыз, яғни мені 2 нөл кетті, сонда 1 сантиметрде 100 метр болады. Ал кейбір сандарды, мысалы, километрге айналдыру керек болады. Қалай біз оны километрге айналдырамыз? Мысалы, 1/10.000-ды, или 1/100.000 деп алайық, мысалы. Солай оңайырақ болады. 1/100.000 масштаб бізде сандық. Соны біз айналдыру керекпіз атаулы масштабқа. Дәл бағанағыдай 1 сантиметр өзі қалады. 5 нөл алып тастаймыз. Километрге айналдыру үшін біз артынан 5 нөл алып тастаймыз. Метрге айналдыру үшін артынан біз 2 нөл алып тастаймыз. Жаңа мен 2 нөл алып тастадым, мен метрге айналдырдым. Енді 5 нөл алып тастаймыз. Сонда мынау 1-дің өзі қалды. Яғни не деп жазамыз? 1 сантиметр деп жазамыз. Сосын 1 қалды, біз километрге айналдырдық. Яғни оны біз жазамыз километр. Яғни сандық масштабы 1/100.000 болды. Атаулы масштабы болды 1 сантиметрде 1 километр. Келесі ол сызықтық масштаб. Сызықтық масштаб ол мынау карталарда есептеуге оңай болу үшін көрсетілген. Атайып тұр, сызбамен беріледі ол. Мысалы айтады. Яғни сіздер мынау есептің барлығын есептеп жүрмес үшін, картада есептеулерге ыңғайлы болу үшін, мысалы мынау А мен Б-ның арақашықтығын табу керек. Біз оны бірінші мына жердегі сантиметрін есептейміз, сосын масштабын бөліп отырмас үшін жай ғана қолымызда кез келген өлшейтін нәрсе, мысалы мына жерде қолда бізде циркуль бар. Міне біз оны осылай аламыз және мына жерге қоя саламыз. Яғни мына көрсетіледі. Осыншама арақашықтықта, мысалы мына жерде мысалы 1 километр бар. Оны біз түсіре аламыз. Мына жер 1 километр болды, 2-3 километр. Ешқандай есептеудің қажеті жоқ. Тек оңай болу үшін осылай сызықтық масштаб осылай бізде беріледі. Енді бар бізде, жаңа біз карта деген нәрсені үйрендік. Енді бар бізде план деген нәрсе. План деген нәрсе ол не? Екеуінің айырмашылығы қандай? Бірінші айырмашылығы картада ол, мысалы, мынау карта Евразияның картасы, яғни үлкен жер аумағы беріледі. Ал планды салғанда бізде беріледі
бір ауылдың планы, бір кішігірім немесе бір үйдің планы, немесе бір жер учаскесінің планы болады. Үйде мүмкін кейбіреулеріңізде бар шығар жер учаскесінің планы, сол жерден қарап көруге болады сол планды. Ал картада беріледі, бір материк беріледі, бір облыс беріледі, бір мемлекет беріледі. Яғни біз картаны планға салмаймыз. Яғни біз айта аламыз, картаның планнан айырмашылығы, картаның масштабы ұсақ болады, ал планның масштабы ол ірі болады деп айта аламыз. Ол бірінші айырмашылық. Екінші айырмашылық ол биіктікті белгілеу. Мысалы, мына картада, Евразиян картасында, мына жерде мысалы батысы бір жазықты олар жасыл түспен салған. Ал мынау таулы қыраттарды, таулы үстірттерді олар мысалы сары, қою, сондай сары қоңыр түстермен белгілеуге болады екен картада. Ал планда біз олай істей алмаймыз. Жалпы жергілікті жердің планы қалай бізде түсіріледі. Мысалы, біздің алдымызда міне мынандай нәрсе көрініп тұр. Жергілікті жердің планын түсіру үшін біз ең бірінші білу керекпіз міне мынау шартты белгілерді. Шартты белгілерді бізге жаттап алу керек. Онсыз біз түсінбейміз. Сосын сол шартты белгілер бойынша біз сала бастаймыз. Қазір мен көрсетемін. Жаңа біз биіктік туралы айттық. Планда біз биіктікті түстермен көрсете алмаймыз. Біз мысалы осындай төбешікті алатын болсақ, мынандай төбешік, төбешік тұр. Ол төбешікті біз саламыз горизонталь және берг штрихтар арқылы. Горизонталь дегеніміз не? Горизонталь ол биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын сызық. Міне ол горизонталь, міне бір горизонталь жүргіздік. Яғни биіктіктері бірдей төбешіктің нүктелерін біз қосып алдық бірінші. Сосын оны осылай астыға былай жүргіземіз. Міне бір горизонталь және екінші горизонталь. Сосын оны осындай кішігірім, қалай айтса болады, кішігірім осындай домалақ қылып қосамыз. Міне горизонталь. Екінші, міне горизонталь түсті. Сосын оны біз тағы да қосамыз және барлық горизонтальдарды біз осылай қосып шығамыз. Содан кейін бар бізде мынандай берг штрих деген нәрсе. Берг штрих ол горизонтальға перпендикуляр бағытта қойылатын сызықша. Міне горизонтальға міне перпендикуляр. Яғни ол білдіреді. Нені білдіреді? Әр горизонтальдың арасында қанша метр бар екенін білдіреді. Мысалы, әр карта жазып қояды. Горизонтальдың арасында 5 метр бар деп, немесе 10 метр бар деп. Яғни мына жердің биіктігі 100 болса, горизонтальдың аралығында 10 метр болса, мынау келесі уже 110 болады. Мынау ары қарай 120 болады дегендей. Енді берг штрих егер сыртқа қарап тұрса, міне, былай сыртқа қарап тұрса, сыртқа қарап шығып тұрса, онда ол білдіреді, төбешік дегенді білдіреді. Ал керісінше берг штрих міне мынау оң жақтағы суреттегідей ішке қарап тұрса, онда ол ойпат жерді білдіреді. Міне. Яғни берг штрихтар ішке. Яғни біз берг штрихтардың ішке немесе сыртқа қарап тұрғанына байланысты біз салаламыз. Не төбешік, не бір кішігірім ойпаң жерді салаламыз. Берг штрих сыртқа қарап тұрса, ол төбешік, берг штрих ішке қарап тұрса, ол ойпаң жер. Мысалы, мына тапсырманы көрейік. Міне бізде жалпы пландарда тапсырмалар осылай келеді. Айтады, әр горизонтальдар 2,5 метр сайын жүргізілген дейді. Мынау бізде шартты белгілер міне. Бағанаға мен көрсеткен. Енді қарайық. Міне мынау 140 метр дейді. Міне қараңыздар. 140, мынау келесі болады 142,5. Себебі мынау жоғары қарай көтеріліп келе жатыр төбешік. 142,5. Мынау болады 145, мынау болады 147,5, ал мынау болады 150 метр. То есть төбешіктің биіктігі мына жерде 150 метр. Ары қарай көтерілетін болсақ, келесі горизонталь болады 152,5, 155 және 157,5. Оны мен қайдан біліп отырмын? Оны мен мына жерде маған көрсетілген горизонталь 2,5 метр сайын жүргізілген.
Керісінше мен астыға түскен сайын ол төмендейді. Бұлай оңтүстікке қарай жүрген сайын ол төбешік көтеріледі екен. Яғни есепте берілсе осылай, біз бірінші анықтап аламыз міне осындай ориентирлерді, міне 150, 140. Осылай өздері көрсетіп тұрады әр 10 метр сайын. Яғни біз білеміз, мына жерден қарай, 150-ден қарай біз төменге түсеміз, ал бұлай қарай керісінше біз көтерілеміз дегенде. Міне мынау берік штрихтар сыртқа қарап тұр, яғни мынау бізде төбешік. Мынау осындай тапсырмалардан азимутын тапса болады. Мысалы объектілердің тапсырмадан кейін видеоға осы арнайы тапсырмаға үй жұмыс ретінде тапса болады. Қазір көрсетемін қалай орындай. Мысалы айтады, біз мына жерде тұрмыз, үшінші нүктенің азимутын тап дейді. Үшінші нүктенің азимуты қандай? Міне солтүстік бізде көрсетілген, яғни солтүстік мына жерде. Үшінші нүктенің азимуты ол дәл солтүстік бағытта тұр, яғни 0 градус немесе 360 градус деп айтсақ болады. Бірінші нүкте қандай бағытта тұр? Бірінші нүкте ол қарасақ батыс бағытта тұр, немесе алайық мынау екінші нүкте. Екінші нүкте тұр бізде солтүстік батыс бағытта тұр. Осылай бізге кез келген заттың азимутын тауып алуға болады.